16 желтоқсан ата-бабамыз аңсаған, бүгінгі ұрпақ қол жеткізген тәуелсіздігімізге 15 жыл, ал осы бір бақытқа қол жеткізуде шешуші рөл атқарған әйгілі желтоқсан оқиғаға 20 жыл толып отыр. Атаулы күндерге әрісі 10 күн, берісі бір апта қалған осы бір күндерде ақын атаулы толқып, тебіреніп, шабыты шалқып жүрген жай бар. Тәуелсіздіктің баянды болуын тілеп, осы күнге негіз салған ата-баба рухына тәу етіп жүргендердің бірі ақын Жұмабек Қуанышбаев. Егеменді елінің тыныс тірлігін ән жырға қосқан оның бойында бүгінде Қазақстан үшін мақтаныш сезімнен туындаған жыр қоздайды. Бабалардың рухымен кеңескен, өзің менен бекіп белім тең өскен, егеменді елдігіме бүгінгі қол жеткізген аруа құран емеспен, жаңа заман, жаңа дәуір өркендеп, еңсем биік көрінсе екен ертең деп, көк байрақ ту желбірейді көгімде, ел таң батыр, елдігімді көркемдеп. Тәуелсіздігіміздің 15 жылдығына орай Алматы облысы әкімі жариялаған байқауға жыр жолдап отырған көп үміткердің бірі Жұмабек Қуанышбайұлы өлеңнің киесі қонған Ақсу жерінің түлегі. Жарты ғасырға жуық саналы ғұмырын ұстаздыққа арнаған ол, өлеңге деген құмарлығын поэзия құлагері Ілияс атасынан мұра боп қалған бақ санайды. Ақсу жырлап ағады, сұлулық саған ғашықпын, қыран қияға самғайды, тағдыр арнасы, аққу мүсін атты жыр жинақтарының авторы. Шығармаларында ол дәйім туған жер табиғаты, адамдардың азаматтық болмысы мен сүйіспеншілік сезімдерін айшықты ойларға бөлей, жағымпаздықты айнала өтіп, ақындық әділдікпен төтесінен жырлайды. Тақырыбы ауқымы саналуан. Әсіресе әсерлі шығар жырлары шынайы жүректен шыққан отанға деген сүйіспеншілік, туған елдің бүгіні мен болашағы. Тәуелсіздік, тәуелсіздік жыр әнім, ел іргесі берік болсын ұраным, тәуелсіздік өзің еркін сезініп, салт дәстүрім қолдан түспес құралым. Тәуелсіздік, тәуелсіздік жыр әнім, көк байрақ пен ел таңбай ән ұраным, мен атыңнан тәуелсіздік айналдым, қол делімді қасиетті құраным. Уақыт үрдіс өзгерісіне қарай өзекті деген тақырыптарды тынымсыз жыр құмар жүрегіне талғажау етер ақынның таяу күндерде ғана тұғыр атты жаңа жыр жинағы жарыққа шықты. Қазір ол қазақстандық қаламгерлер үшін ең өзекті тақырып тәуелсіздік тұрғысында татымды өлеңдер жазуда. Шығармаларының төркіні ел еркіндігінің, дербестігінің ғұмырлы болуы, елбасының амандығы мен тәуелсіздігіміздің тұғыры биік болып, бүгінгі еркіндіктің ертеңгі ұрпаққа мұра болып қалуы. Гүлжанат Мақұлжанова, Шалқар Құсайынов, Жетісу ақпараттар қызметі.